Ұстаз видеоны TikTokқа салсам бола ма дейді. Осы менің видеоларымды салып жүрген барлықтарыңызға бір хабарландыру айтқым келіп отыр. Менің видеомды әсіресе YouTube желісінде Нұрлан Имам деген атпен жариялап жүрген бір бауырымыз ба, қарындасымыз ба, білмеймін кім екеніңізді. Бірақ менің Нұрлан Имамды жаңағы жұмыстан шығарып жіберді. Нұрлан Имамды бүйтті, Нұрлан Имамды сөйтті деп әр жерге аккаунтқа сондай жалған аттар. Бірақ ол жерде ешқандай нәрсе жоқ. Тек қана сол сөзді қойып, просмотр жинау үшін соны салып атқандар менің хақыма кірген боласыздар. Осы нәрсені қоюға кеңес беремін. Ертең бұл нәрселер заңмен қудаланады, асықпаңыз. Сол кезде өкіріп жылап жүрмеңіздер. Десе де бұл нәрсе дұрыс емес. Маған жіберетінде міне мынаны салайын деп жатырмын деп рұқсат сұраңыз. Маған реклама керегі жоқ. Маған шыны керек дін, имандылық, ислам тарағаны керек, бірақ оның өзі кейбір адамға айтылған сөз бұрмаланып басқаша түсінетін жағдай болады. Сондықтан осыған қараңыздар. Яғни мен келісім бермеймін бұл нәрсеге.